Сәлем достар, бүгінгі видеода біз сіздермен бірге осындай әдемі Рафаэлло тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіз және де лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Егер де сіз менің арнамды алғаш рет көріп отырған болсаңыз, онда міндетті түрде арнаға жазылып қойыңыз. Менің арнам сізге ұнайды деген ойдамын. Ал ендеше Рафаэлло тортын әзірлеуге кірісеміз. Рафаэлло тортын дайындауға кірісеміз. Ең алдымен қажет заттарды түгелдеп аламыз. Он, разделитель, крахмал, картофельный немесе кукурузный крахмал, қант және де 5 дана жұмыртқа қажет. Керек заттарды түгелдеп алсақ, бисквитті дайындауға кірісеміз. Ұнымызға разделитель саламыз. Және крахмал саламыз. Енді араластырамыз. Бөлек алып қоямыз. Таза ыдысымызға жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның ағын сарысын ажыратып алдық. Енді жұмыртқаның ағын көпіртеміз. Жұмыртқаның ағын аздап көпірттік. Енді қантымыздың көп бөлшегін жұмыртқаның ағына саламыз. Аздаған бөлшегін сарысына саламыз. Енді тағы да көпіртеміз. Мінекей жұмыртқаның ағын былай көпіртіп алдық. Кәдімгідей өз формасын ұстап тұратын пенка болды. Енді біз жұмыртқаның сарысын миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысын жұмыртқаның ағына араластырамыз. Біркелкі етіп араластырып шығамыз. Бір бағытқа қарата араластырамыз, яғни төменнен жоғары қарата. Мінекей біздің массамыз біркелкі көп араласты. Енді мұнда ұнымызды ұн илегіштің көмегімен саламыз. Енді біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Мінекей массамыз біркелкі көп араласты. Енді формамызға саламыз. Мен кальцияда пісіретін боламын. Кальцияның астын фольгамен қаптаймыз. 20 немесе 22 диаметрмен пісірсеңіздер болады. Бізде 22 диаметрде тұр. Кондитерлік формада пісірсеңіз болады. Маған кальцияда пісірген ұнайды, сондықтан мен көбінде кальцияға пісіремін. Противніміздің үстіне орналастырамыз. Дәл осы сәтте пешіңізді қыздырып қоя берсеңіз болады. Мен пешті қыздырып қойғанмын. Енді біз мұнда бисквитімізді саламыз. Мінекей формамызға барлығы салып алдық. Енді қызып тұрған духовкаға 25 минутқа, 30 минутқа жіберетін боламыз. Градус 180 градус болу керек. Және де 20 минут, 25 минут мүлде пештің аузын ашпаймыз. Себебі бисквиттің дұрыс шығуының кепілдігі пештің аузын ашпау. 25 минут өтті. Біз бисквитіміз көтерілді. Мынандай ағаш таяқшаның, яғни шпажканың көмегімен тексереміз. Құрғақ демек пісті деген сөз. Пешімізді өшіріп, бисквитімізді бөлме температурасында салқындатамыз. Біздің бисквитіміз дайын, мінекей, уже салқындады. Біз қазір формасынан шешеміз. Бірінші пышақпен айналасын кесіп аламыз. Мінекей, біздің әдемі, пышный бисквитіміз дайын болды. Қазір қандай әдемі, е? Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздердің де қолдарыңызбен осындай күшті әдемі пышный бисквит келеді. Енді бұны 3 бөлікке бөлеміз. Бірінші былайынан, екінші былайынан, өлшеп алсақ, біз бірінші кесетін жерімізді айналасын толыққанды пышақпен кесіп шығамыз. Яғни соңына дейін емес, жай ғана айналасын ғана осылай кесіп шығамыз.
Енді кәдімгі қарапайым жібімізді аламыз. Осы кескен жерімізден кіргіземіз. Жібімізді жай ғана айқастырып екі жағын тартсақ та кесіледі. Мінекей біздің бисквиттарымыз дайын. Енді бисквиттарымызды кокос сүтімен немесе қарапайым сүтпен пропитка жасаймыз. Егер кокос сүтін таппаған жағдайда кәдімгі қарапайым сүтпен пропитка жасасаңыздар болады. Яғни кесечканың көмегімен толыққанды 3 бисквитімізға да осылай жағып шығамыз. Енді крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 33% сливки қажет, сахарный пудра және творожный сыр. Және араластыруға бізде кокосовый стружка қажет. Және де қосымша оформление жасауға да кокосовый стружка қажет. Таразымызды қосамыз. Бізге 500 мл қажет. Яғни жарты литр. Енді сливкімізді жақсылап миксерлейміз. Енді мұнда сахарный пудрамызды, яғни қант ұнтағын саламыз. Мінекей сахарный пудра салып алдық. Енді шашырамас үшін қақпағын жабамыз. Миксерлейміз. Енді мұнда творожный сырымызды саламыз. Енді жақсылап біркелкі және де креміміз өзінің формасын ұстап тұратын деңгейге жеткенше миксерлейміз. Мінекей креміміз қатайды, өз формасын ұстап тұрады. Демек дайын деген сөз. Енді біз кремімізге кокос стружкасын саламыз. Енді біркелкі болғанша араластырамыз. Кондитерлік мешогімізге жұлдызша насадкасын салдым. Және де көп емес, аздап қана оформлениеге алып қаламыз. Мінекей кремнің осыншасын оформлениеге алып қалдық. Оны бір шетке алып қоямыз. Ал енді тортты құрастыруға кірісеміз. Айналма үстелшемізге подставкамызды орнатамыз. Подложкамызды, яғни астына аздап крем жағамыз. Бұл торттың жылжып кетпеу үшін. Және бірінші коржығымызды орналастырамыз. Кальций кигіземіз. Және крем жағамыз. Крем жағып алдық. Енді екінші бисквитімізді орналастырамыз. Дәл солай крем жағамыз. Бетіне кремді аздап қана алып қаламыз, себебі бетін жай ғана жұқалап жағамыз да кремді. Одан кейін кокосовый стружка себетін боламыз. Сондықтан бетіне аса көп крем қажет емес. Енді бисквитімізді саламыз. Бетіне крем жағып шығамыз. Енді кальцийімізді шешеміз. Кальциядағы кремдерді алып, торттың айналасына жағып шығамыз. Кремді алып шықшы. Şimdi koyasın.
Оформление жасауға кірісеміз. Бағана алып қалған кремімізбен гүл жасайтын боламыз. Үстіне конфет қоямыз және кокос стружка себеміз. Ендеше бастаймыз. Бисмилля. Және де Рафаэлло конфеттің тек қана бетіне емес, сонымен қатар крем жаққан кезде ішіне де салып жүруге болады. Яғни Рафаэлло конфеттің бөлшектерге бөліп, креммен қосып, ортасына жағып жүруге болады. Осылай конфеттерді қойып шығамыз. Неше адамға арнап жасайтыныңызға байланысты. Конфет саны мысалы бізде қазір 6, 8, 10, 12 етіп көбейтсеңіз болады. Сол кезде гүлдері де көбірек болады. Тортыңыз да әдемірек болады. Және меніңше араларына тағы бір-бірден жіберу керек сияқты. Енді кокос стружкасын аламыз. Тортымыздың бетіне және де айналаларына, яғни айналасына толыққанды кокос стружкаларын сеуіп шығамыз. Біркелкі етіп. Сонымен достар, біздің Рафаэлло тортымыз дайын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыз. Ал мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі видеоблогта жүздескенше.